Армысыздар, ардақты ағайындар. Бастауыш кәсіподақ ұйымдары әр кәсіподақ мүшесінің мүддесі үшін құрылып жұмыс істейді. Ұйым төрағасы өзі қызмет ететін ұжым мүшелерімен тығыз байланыста жұмыс атқаруы керек. Олардың бойында білімділік пен табандылық, кәсіби шеберлік пен үлкен адамгершілік қасиеттері болуы талап етіледі. Осындай кәсіби қабілетімен кәсіподақ ұйымына 15 жылдан бері жетекшілік етіп келе жатқан бүгінгі хабарымыздың қонағы Ақтөбе облысы Темір аудандық білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымының төрайымы Сабенова Назгүл Жоламан қызынан сұхбат аламыз. Сәлеметсіз бе, Назгүл Жоламан қызы? Ең алдымен өзіңіздің бастауыш кәсіподақ ұйымының қызметі туралы айтсаңыз, ауданда білім қызметкерлері үшін қандай әлеуметтік кепілдіктер қарастырылған? Қайырлы күн, Қайрат Нағанұлы. Рахмет сауалыңызға. Ең алдымен осы Ақтөбе облысында білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымындағы 46-47 бастауыш ұйымы бар. Осы 47 бастауыш ұйымымызда бізде орта, негізгі, мектепке дейінгі қосымша білім беру мекемелері бар. Және де сонымен қатар биылғы оқу жылында мектепке дейінгі жеке ұйым қосылды. Осы 47 ұйымда барлығы да 2475 кәсіподақ мүшесі бар. Әлеуметтік әріптестік туралы салалық келісім білім министрлігімен, облыстық кәсіподақ білім басқармасымен, аудандық кәсіподақ білім бөлімімен келісім жасап, осы келісімдер негізінде ауданымызда 47 бастауыш ұйым ұжымдық шарт екі жақты қол қойылып ұжымдық шарттар жасалды. Яғни ауданымызда ұжымдық шарттың жасалуы бүгінгі таңда 100% қамтып отыр десек болады. Осы ұжымдық шарттарда келісімдердегі кепілдіктерге тоқталатын болса, ұзақтығы күнтізбелік 56 күн және де осы Темір ауданы экологиялық дағдарыс жағдайына жақын аймақ болып белгіленуіне байланысты еңбек ақыға 20%, демалысқа 7 күн, барлығы педагогтарымыз үшін 63 ақылы еңбек демалысы беріледі. Және де осы білім беру мекемелеріндегі барлық кіші қызметкерлеріміз тек маусымдық жұмыс жасайтын от жағушылардан басқа техникалық қызметкерлерімізге 24-7 күн экологиямызбен қоса биылғы оқу жылында екі жақты қол қойылып, кіші қызметкерлерімізге техникалық 6 күн ақылы еңбек демалысына қосымша күн беру кепілдігі жасалды, кепілдік берілді. Сонымен қатар білім беру мекемелерінде қызмет атқаратын әскерге басқару органдарының шақыру қағазы негізінде медициналық тексеруден өту уақытында және де міндетті әскери борышын өтеу кезеңінде осы кәсіподақ мүшелеріміздің жұмыс орны мен лауазымдық қызметтері сақталады. Сонымен қатар әр педагогке кезекті еңбек демалысы берілген кезде жылына бір рет кемінде бір лауазымдық айлық мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы берілетін кепілдікті айтып өтуге болады. Және әр кәсіподақ мүшелеріне денсаулықтарын жақсарту мақсатында алды 30%, 50%, 70%, 100%-ға дейін кәсіподақ тарапынан қаржы аударылып, кәсіподақ есебінен әр кәсіподақ мүшеміз денсаулығын жақсартуға байланысты сауықтыру орталықтарына жіберілу кепілдігі қарастырылған. Сонымен қатар отбасылық денсаулық жағдайларына байланысты мейірімділік көмектер көрсетіліп отырады. Және де ауданымыздағы педагогтардың балаларына сол тұрғылықты жері бойынша балаларын мектепке дейінгі ұйымға бірінші кезекте орналастыру қарастырылған. Сонымен қатар осы салалық, облыстық, аудандық келісімдер негізінде, ұжымдық шарттар негізінде мекемелердегі барлық педагог пен оқу көмекші, яғни қызмет көрсетуші персоналдар, яғни техникалық персоналдарымызға жылына медициналық тексеруден тегін өту қарастырылған. Және де қоса айта кететін, осы мектепке дейінгі ұйымдарымызда жылына медициналық тексеруден басқа 6 ай сайын, яғни бак лабораторияның сан минимумында тегін өту кепілдігі берілді. Кәсіподақ тарапынан берілген аттестациялау уақытында, кәсіподақ тарапынан берілетін марапаттар
мен сыйақылар еселеді. Жергілікті өкілді органдар бекіткен тәртіппен бюджет қаражаты есебінен педагогтерімізге ауылдық жерде тұрғандығы үшін әлеуметтік көмек отын сатып алу үшін 5 айлық есептік көрсеткішпен әлеуметтік көмек көрсетіледі. Яғни бұл 5 айлық есептік көрсеткіш әр кәсіподақ мүшесіне, яғни педагогке 17.250 теңгені құраса, биылғы оқу жылында ауданымызда 1880 педагогымыз болса, осы 1880 педагогке барлығы 32.430.000 теңге қаржы аударылып, бүгінгі таңда бастап беріліп, жұмыс жалғастырылуда. Бұл әлеуметтік көмек жылма-жыл айлық есептік көрсеткіш өскен уақытта осы әлеуметтік көмектің яғни берілетін көмекте өсіп отырады деген келеді. Осындай әлеуметтік көмектер қарастырылған келісімдер бойынша. Яғни әлеуметтік әріптестермен де, жұмыс берушілермен де келісім аясында жұмыстар орнықты атқарылып жатыр. Енді ұстаздардың еңбек құқығын қорғау бойынша қандай жұмыстарды атап өтер едіңіз? Қазір енді көп жерде ұстаздарды сенбілікке шығарады дейді, жоқ басқа да бір қоғамдық жұмыстарға артқызып қояды деп айтады. Сіздерде қалай бұл жағдай? Орынды сұрақ. Жоғарыда айтып өткендей, жалпы кәсіподақ жұмысында еңбек адамының рөлі маңызды десек, осы еңбек адамының құқықтарын, міндеттерін қорғау бағытында жұмыстар атқарылып келеді. Яғни Қазақстан Республикасы еңбек кодексімен, кәсіподақ жарғысымен, салалық, облыстық, аудандық келісімдер негізінде жұмыстар атқарылады. Осы бағытта құқықтарын қорғау бағытында бізде келісімде 11-11 тармақшасы бар. Осы 11-11 тармақшасы бойынша қоғамдық бақылау жүргізу жұмыстары жүргізіледі. Осы білім беру мекемелерінде қоғамдық бақылау жұмысын жүргізу үшін алдымен осы аудандық кәсіподақ ұйымы жоспарды бекітіп, аудандық әлеуметтік әріптесімізбен, яғни жұмыс берушімен келісілген түрде қоғамдық бақылау жүргізу барысында осы келісімдердің, ұжымдық шарттардың ішінде көрсетілген кепілдіктердің, яғни заңдылықтардың орындалу бағыттары, жүргізілуі, уақытында орындалуы қаралады. Нақтырақ айтатын болсақ, мысалға педагогтардың сабақ кестесінің дұрыс бөлінуі, демалыс уақыттарының дұрыс бөлінуі, ол айлық ақыларының, іс-сапар шығындарының уақытылы берілуі, баспа газеттеріне күштеп жазылмауы туралы көптеген жұмыстар қаралады. Осындай жұмыстардың нәтижесінде осы кәсіподақ ұйымына жылма-жыл қоғамдық бақылау кезінде жұмыс уақытында өтініштер келіп түсіп жатады. Ауызша, жазбаша бұл барлық өтініштер бізде облысымызда заңгеріміз бар, Александр Львович. Сол кісінің және де салалық кәсіподақта Мамаши қызынан кеңес ала отырып, осы кәсіподақ мүшелеріне заң аясында ақысыз кеңестер беріліп, барлық өтініштер қанағаттандырылып отырылады. Осы өтініштердің аясында одақ ұйымы жұмыс жасап, аудандық білім бөлімінің осы өтініштерге қанағаттандыру мақсатында биылғы оқу жылында 16.175.250 теңге, яғни экономикалық эффект дейміз ғой, қаржы қайта есептеліп, кәсіподақ мүшелеріне қайтарылып берілді. Бұл қандай қаржы деген сұрақ туындайтын болса, бұл әрине жаңа келісімдегі кепілдіктердің ішінде айтып кеткеніміздей, яғни мекеме басшыларына және оқу ісінің меңгерушілеріне қосымша жұмыс, яғни сағат санына байланысты бір рет лауазымдық айлықақы көлемінде жәрдемақылары төленіп берілді. Іс-қағаз жүргізушілерге келісім бойынша лауазымдық міндетінен өзге тыс жұмыс атқарған үшін 50% көлемінде қосымша ақы төленді. Алғашқы әскери дайындық пән мұғалімдеріне санат үшін қосымша ақылары төленіп берудің нәтижесінде осындай биылғы жылы экономикалық эффектіміз 16 миллионға жетіп отыр. Бұл әрине өте қуанышты жағдай. Осы тұста мен аудандық білім бөлімінің басшысы әлеуметтік әріптесіме рахмет айтып өткім келеді. Себебі қандай да бір кәсіподақ ұйымының ұсынысына, пікіріне, кәсіподақ мүшелерінің құқықтарын қолдау мақсатында қызметтік хаттарға бей-жай қарамай, қолдау көрсетіліп, бірлесе отырып жұмыс атқарып келеміз. Өте жақсы. Мына енді ауылдық жерлерге жас мамандар қазір барып жатыр ма? Оларға қандай көмектер көрсетілуде?
Жақсы, әрине ауылдық жерге жас мамандардың келуі өте жақсы. Бүгінгі таңда десек болады, биылғы жылы ауданымызға 61 жас маман орналастырылды. Осы аудандық өкілетті органдардан жас мамандарымызға көтерме ақылар тағайындалады. Және де ниет білдірген, тұрғын несие алуға ниет білдірген жас мамандарымызға тұрғын үйге несие беріледі. Биылғы жылы 41 жас маман тұрғын үй сатып алуға несиеге өтініш білдіріп, сол өтініштері қанағаттандырылып, барлығына да қаржы бөлініп, жас мамандарымыз тұрғын үймен қамтамасыз етілді. Сонымен қатар жастармен жұмыс жасау барысы да өте жақсы жолға қойылған. Осы келісімдерді, облыстық жоспарларды негізге ала отырып, жылма-жыл жастардың арасында кәсіби деңгейлерін көтеру мақсатында, оларға қолдау мақсатында, талантты жастарды анықтау мақсатында, кәсіподақ жұмысына тарту мақсатында көптеген байқаулар, кәсіби байқаулар, жарыстар, спорттық жарыстар өткізіліп, осы сайыстардың, байқаулардың жеңімпаздарына, шипажайларға кәсіподақ ұйымының есебінен жолдамалар беріліп, сыйақылар мен бірлескен алғыс хаттармен марапатталып отырылады. Былтырғы оқу жылында облысымызда осындай жас мамандарға Ақтау қаласына, теңіз жағалауына туристік саяхатқа шықса, күні кеше ауданымызда республикалық аудан көлемінде жастар арасында байқау өткізіліп, осы байқауға 18 жас маман қатысып, одан 6 жас маман іріктеліп, марапатталып, яғни жүлдегерге Түркістан қаласына туристік саяхатқа жолдама берілді. Сонымен қатар жастар арасында форумдар, тәрбиелік, қоғамдық мәні бар дебаттар, дөңгелек үстелдер жұмыстары жүргізіліп отырады. Әрине, бұл жұмыстың барлығы осы келісім, жоспар негізінде бірлескен түрде ұйымдастырылатын жұмыстар деп айтқым келеді. Керемет. Енді кәсіподақ мүшелерінің денсаулығын жақсартуға қандай кепілдемелер қарастырылған? Өте орынды, қандай да бір жұмысты атқару үшін, яғни кәсіподақ мүшесінің әл-ауқаты жақсы болу керек. Балаға сапалы білім беру үшін де ол кәсіподақ мүшесінің денсаулығы жақсы болған уақытта нәтижелі сапалы болады. Осы келісімдерде тармақтарда көрсетілген сауықтыру жәрдемақылары, қандай жәрдемақылар беріледі десек, осы білім саласындағы барлық кәсіподақ мүшелерінің кәсіби мерекелерінде, атап айтса, қарттар, ұстаздар, тәрбиеші, кәсіподақ, есепші, медбике, кітапханашы, кәсіподақ мүшелерінің 50-60 мерейлі зейнеткерлік жастары және кәсіби байқаулар, жыл қорытындысы мен пәндік олимпиада жетекшілерін марапаттау, 8 наурыз мерекелерінде осы барлық атаулы мерекелерде аудандық білім бөлімімен бірлесе отырып жоспар құрылып, марапаттау шаралары ұйымдастырылады. Есебінен 100% тегін жіберіледі. Алды 90 сайын күзгі, қысқы, көктемгі, жазғы каникул уақыттарында жіберіледі. Алды 20-25 адамнан жыл бойы 160-200-ге жуық кәсіподақ мүшелері кәсіподақ есебінен тегін жолдама беріледі. Бұл яғни сауықтыру жәрдемақысын қалыптастыру жоспар бойынша бұл жалпы біздің Ақтөбе облысында өте жақсы жолға қойылған деп айтуға болады. Жаңа айтып өткенімдей, кәсіподақ есебінен баратын кәсіподақ мүшелеріміз тегін баратын, ол Темір ауданы ғана емес, барлық аудандарда да бір жылда 160, 150, 200-ге жуық кәсіподақ мүшесі тегін барса, облыс бойынша 1500-2000-ға жуық кәсіподақ мүшелері осы сауықтыру орталықтарында тегін жолдама алып, денсаулықтарын жақсартады. Сонымен қатар ол шипажаймен қоса спорттық салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында да түрлі кәсіби спорттық жарыстар ұйымдастырылады. Былтырғы оқу жылында әлеуметтік әріптестер арасында, яғни мекеме басшылар арасында және дене шынықтыру пәні мұғалімдері арасында спорттық жарыстар ұйымдастырылып, сауықтыру орталықтарына жолдама алса, биылғы оқу жылында ертең 8 наурыз алдағы мерекеге байланысты білім беру мекемелеріндегі әйел аналар, яғни кәсіподақ мүшелері арасында қысқы спорттық жарыс ұйымдастыру жоспарланып тұр. Бұл шараға 150-ге жуық әйел ана қатысады деп жоспарлануда, яғни қатысушы барлық кәсіподақ мүшелеріне кәсіподақ ұйымының атынан алғыс хатпен сыйлық, сыйақылар, шипажайларға жолдамалар табысталады. Осы үрдіс жоспар бойынша жылма-жыл жүргізіліп отырылады. Рахмет, Назгүл Жоламанқызы, уақыт тауып, жақсы сұхбат бердіңіз, атқарылған жұмыстарыңыз туралы толық айтып бердіңіз.
Енді қажырлы еңбектеріңіз таусылмас табыстарға жетелесін, мерейлеріңіз үстем болсын, мәртебелеріңіз биік болсын дейміз. Хабарымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.